Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, ауызда еритін, үгітілмелі қатпарлы ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 500 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Морозильниктен, яғни мұздатқыштан шыққан салқын сармайымызды ұнға ауната отырып, үккіштен өткіземіз. Майлылығы 72,5%-дан жоғары кез келген сармайды қолдансаңыздар болады. Он мен майды жақсылап араластырып, үстінен майлылығы 20%-дан кем емес қаймақтан 100 грамм қосамыз. Үстінен 2 жұмыртқа және жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа пакетке салып, холодильникке тындырамыз. 10 минут өткеннен кейін тұнған қамырымызды алып, дөңгелек формада жұп-жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Жұп-жұқа болып жайылған қамырымыздың үстіне ертілген сары майымызды жағып, толықтай орап шығамыз. Оратылып дайын болған қамырымызды кемінде 3 сағатқа немесе 1 күнге тоңазытқышқа салып қатырамыз. Дәл осы самсаның қамырын ұзақ уақытқа тоңазытқышқа сақтауға болады. Самсамыздың қамыры дайын болғанға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы үшін 400 грамм тартылған сиыр еті және 400 грамм ұсақтап туралған пияз және ерекше дәм беріп тұру үшін 50 грамм құйрық майды турап қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, қара және қызыл бұрышымызды қосып, салмамызды араластырамыз. Салмамызға артық сұйық май, дәмдеуіштер қосудың қажеті жоқ. 3 сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан дайын болған қамырымызды шығарып, кез келген пішінде кесіп, самсамызды дайындаймыз. Менде әрқайсысы 40-45 граммдық қамырдан барлығы 25 штук самса шықты. Егер мерекелік дастарханға қоятын болсаңыз, көлемін кішірейтіп, одан да көп мөлшерде самса жасауға болады. Духовкамыздың табасына пергамент қағазын төсеп, үстіне самсаларымызды орналастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, өз қалауыңызша бетін әрлеп 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді ауызда еритін ұйғыр самсасы дайын болды. Баршаңызға ас болсын.